Баршаға жалын сәлем. Сіздермен бірге Руслан Қанатбекұлы. Бүгін Астана қаласы, Астана концерт залында Жайдарман ойындарының жартылай финалы. Бүгінгі менің блогым осы Жайдарман туралы болады. Ондай болса, кетті! Мені достар, біз қазір Астана концерт залының алдындамыз. Ойынға әлі 4 сағаттай бар. Оған дейін ішке кіріп, не болып жатқанын көріп кетеміз. Әрбір адамға тәнтек арманға жетсірінбе, соңғы қадам қалғанда Зал әлі бос, ешкімді кіргізбеген. Өйткені бұл жерде камераларды дыбыспен жарықтар реттеп эфирге дайындап жатыр. Жайдарман негізі телевизиялық жоба. Бүгін түсірілім болса, 1-2 апта көлемінде ұлттық арнадан тамашалай аласыздар. Ал егер ұлттық арнадан жіберіп алсаңыздар, YouTube желісінде Жайдарман офишл каналынан тамашалауға мүмкіндік бар. Ал Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарына керемет мүмкіндік. Ол кассадан билеттер алып, осы залдан тікелей тамашалай алады. Бүгін бұл сахнада жартылай финалдың 5 командасы, яғни 2-ші топ өнер көрсететін болады. Олар Шымкент жастар құрамасы, Сағыз, Байдың балалары, Грант және Жұлдызды жігіттер командаларға сәттілік. Біз қазір сахнаның артына барып көрейік, командалар немен айналысып жатыр екен. Дәл қазір сахнаның артында примеркаларда командалар ойынға дайындалып жатыр. Қазылар алқасының бөлмесі. Келесі бөлмеде Байдың балалары. Жігіттер қалайсыңдар? Дайындық қалай? Жақсы. Неше пайыз дайынсыңдар ойынға? 100 ғой. Біз 100% дайын. Дұрыс, жақсы, көңіл-күй жақсы. Қай команданың қарсыласыңдар өздеріңе? Барлық. Жоқ, негізінде барлық деп айтылады, официально. Бірақ та біздің ең бірінші қарсыласымыз өзіміз. Біз өзімізді іштей жеңіп алсақ, бізге ешкім төтеп бере алмайды. Не деген жауап, керемет жауап. Келесі сұрақ, бүгін қандай командалар ұшады деп ойлайсыңдар? Қандай команда қалады? Біз мысалы пойызбен қайтамыз. Жоқ, шын жауап берсін. Жауап беретін болсақ, білмеймін. Барлығы мықты бұл ойынға, барлығы мықты командалар. Жауабымен айта алмайсың. Жауабымен барлығы мықты. Полуфиналға. Кеше ойыннан кейін. Ал егер өздері өтпей алсаңдар не істейсіңдер? Резерв төледім. Өтпей қалсақ деген кәдімгідей ойда жоқ. Өтеміз бар бізде. Енді Байдың балаларының көрермендеріне, жанкүйерлеріне не деп айтасыз? Қолдағандарыңызға рахмет, сендеріңізді ақтаймыз. Үйімді бірге көрермендерге енді бүгін енді мақтанғанымыз емес, бірақ көп көрермендер жаңағы ғаламторда жазып отыр. Байдың балалары үшін келіпті, өтірікті шықтыңда, көбісі бір пайызына санағанда бізге көп келіп жатыр екен. Сендеріңізден шығамыз, көрермендерге рахмет, сіздердің ақыларыңыз ең бірінші деп Болды, рахмет сұхбаттарыңа, сәттілік жігіттер. Байдың балаларымен керемет сұхбат. Енді келесі бөлмеде Сағыз құрамасы. Жігіттер рұқсат па? 1-2 сұрақпен. Көңіл-күй қалай? Жалпы көңіл-күй. Супер. Дайындықтарың пайызбен есептеп берсеңдер? Пайызбен 120. 120 керемет, жақсы. Өздеріңе қандай команданы қарсыласыңдар? Барлығы шыққан. Барлығы шығып кеткеннен кейін мектеп командасы болса қарсыласып кетті. Енді бір ауыр сұрақша, қандай команда ұшады деп ойлайсыңдар? Қандай команда қалады? Бәрі де мүмкін. Осы команда чемпион болады деп көзге отқан команда шығып кетуі мүмкін.
жүгіруге аз қойса балды суға ұшып кетеді, көп қойғандар. Жақсы жауап. Енді тағы сұрақ, өздерің ұшып кетсеңдер не істейсіңдер? Шамалы бал жетпей ұшып кетсеңдер. Самолетке түсіп шығамыз ба? Жақсы. Ондай болмайды деп ойлаймыз. Сенің. Енді өздерің жанкүйерлеріңе, Сағыздың жанкүйерлеріне не айтасыңдар? Видео арқылы. Сағыздың жанкүйерлеріне бізді осылай қолдап осы күнге дейін жанкүйер танып келе жатқан бұл қыздарға, аға, апаларға бәріне үлкен алғыс айтамыз. Соңына дейін біргеміз. Соңына дейін бірге болуға шақырамыз. Сіздердің үміттеріңізді ақтаймыз деген үміттеміз. Тек бізді қолдаудан шаршамаңдар. Рахмет, сендерге жігіттер, сұхбатқа сәттілік. Сағыз құрамасымен тағы да кереметтей сұхбат болды. Келесі бөлмеде Шымкент жастар құрамасы. Менің жерлестерім. Қалайсыңдар жігіттер? Көңіл-күй қалай? Ойынға дайындық. Неше пайыз дайынсыңдар? 100% дайынбыз. 130 сатылды. 200% дайынбыз негізі. Жақсы, керемет. Өзің қаяқтысың бауыр? Шымкент кім бұл жерлесіміз ғой? Атың не тұрады? Келесі сұрақ, бұл ойыннан кімдер ұшады деп ойлайсыңдар? Қай команда қалады? Ауа деген бар. Біреу айтқан екен, егер құлайтынды білсем, осы жерге матрас төсеп қоймаймын ба деп, мен ішінде білсем. Енді белгісіз, ең басты біз солардың ішінде болуымыз келмейді. Иә. Сен не дейсің? Ештеңе. Келесі сұрақ, егер өздерің ұшып кетіп жатсыңдар, бір кішкентай бал жетпей қалды. 2 бал. Не істейсің? Әңгіменің бәрі ұшу тұрады. Өзім ұшып кеткісімейді. Так, Құрамаңыз. Ұшып кетсек, на видеоны точно жарыққа шықпайды. GoPro-ны да қойып қоямыз, бірақ. Жауап, нақты жауап. Не істейсіңдер? Мінекі қой жетпей қалса. Кішкентай бал жетпей қалды. Кімге ренжисіңдер? Өздеріңе болмаса ең мықты адам өзінің қателігін мойындай алған. барлығы қосыласыңдар ба? Сізге сұрақ бола ма? Жалпы сіз модерн студияда істейсіз ғой, өзіңіз альбом қанша болады? Оны кейін сөйлесеміз. Шымкент жастар құрамасының көрермендеріне, жанкүйерлеріне сәлем жолдап, не айтасыңдар? Енді басқа топпен салыстырғанда ең аз жанкүйер бізде екен, бірақ біз соған қуанамыз, өйткені Шымкенттің бір адамы басқа жердің бір 23 адамды татиды да. Значит, демек бізде бір 50 адам болса, 50-ді 20-ға көбейтесіздер, болды. Қанша болды? Қанша деді? 115. 115 па? Жоқ, 50-ді 20-ға көбейтсек. Иә, бәсе 50 жүрмеш үшін. Жоқ, 1150 болады. 1150 болады. Болды, залға 1700 адамды. 1150 Шымкентке болса болды. Бізді қолдап жүргендер, іштей тілектес болатындар, жалпы финалға өтуімізді қалайтындар, ойынымызды көріп келген жанкүйерлер, әшейін қос байқамай көріп кеткендер, шынымен де барлығыңызға алғысымыз шексіз. Шымкент жастар құрамасы сіздерге шексіз алғысын білдіреді. Рахмет. Явым болып қалдың. Ойын басталды. Барлық команда сақадай сай. Көңіл-күй керемет. Бүгінгі ойыннан соң біздер финалға жолдама алған барлық топтарды боламыз. Бүгінгі ойыннан ендеше барлықтарды болған ойнарман ашық. Қазекем бас алға.
бірінші команда. Алматы. Кент жастар құрамасы. Hey досым, таң қалтыратын би болсам, арулар жолар бой жеткен, ортаға кел биле, бізбен біргесін, қолдар көтерілсін, рейк нон-стоппен тоқтамасын, ортаға кел биле. Бойымдағы жастық жалын бар кезде, би алаңын тербетейік тек осы кеште, тоқтамасын қимылымыз ендеше, кел бірге бізбен, кел биле бізбен. Тоқтама, кел биле, ортада би биле, тола берсін, орта. Сонымен қорытынды 16,2 Гранд Орал, 17,4 Жұлдызды жігіттер Алматы, толық 19 ұпай Шымкент жастар құрамасы, 19,8 Сағыз Атырау, және толық 20 ұпай Байдың балалары. Келесі финалға жолдама алған топтар Сағыз Атырау және Байдың балалары. Қымбатты назарларыңызға менде ұсыныс, жалпы өткен сайыста, осы сайыстағы 3 орын алған топтардың қайсысының ұпай саны жоғары, сол топты финалдарға сәйкеске қосу жөнінде шешім шығарған болатынбыз. 5-ші жолдама 19 ұпаймен Шымкент жастар құрамасы. Досым. Айттым ғой мен бағана. Давай общий фото сделаем.